Ағаларымыз насылдым, сәлем, игі жақсыларым, қалдарыңыз қалай? Жақын арада кіммен кездесесіз, не үшін айтып берейін деп, жалпы болжамнан. Кіммен кездесек екен? Жаңа ең басында алғанда былай тұрған еді. Қанша аралассам да сүйіктіңізбен кім кездесіп, кім егер мүлдем басыңыз бос болса, онда бір жігіт жолығады. Қазір маған жігіттер жазбаңдар, неге бізге пал ашпайсың деп. Пал ашқам кеше, қаралым өте аз. Бірақ ашып бердім. Кіммен кездесесіздер, немен кездесесіздер дағы. Бір қасиетіңіз ба, бір қабілетіңіз ашылады мына жерде. Өзіңіз таңғаласыз. Мен осындай жасай аламын ба? Иә. Мысалға, әріптестеріңіздің алды болып осып кетесіз. Алдына, қалай ана сөз бар еді, алдына шығып кетпе, көз тиеді, соңында қалма, сөз тиеді, ортасында жүр деп. Жоқ, алдына шығып алыңыз. Мен сізге рұқсат беремін, өз-өзіңізге рұқсат беріңіз. Тағы кіммен қандай кездесу болады? Мына жақта мұңайып отыр. Мен ешкіммен кездеспеймін, шаршадым. Кішкене демалып алыңыз. Бұл жерде өз-өзіңізбен кездесесіз. Өз-өзіңіздің ішкі дүниеңізді, өз-өзіңіздің ішкі жаратылу тарихын, өзіңізді оятыңыз, өзіңізді таныңыз. Өте керемет, ерекше жансыз. Ерекше деген мүгедек емес, ерекше деген бір туар, дара туған. Өзіңіздің ішіңізде жатыр керемет әлем. Соны оятсаңыз, соны есіңізге түсірсеңіз, мұрныңызды балта шаппайды. Тағы кіммен кездесесіз, немен кездесесіз? Балаларыңыз мына жерде бірдемеге қарыз тығады екен, қарызға. Бірақ ол қарыздан оңай құтыласыз. Мүмкін немерелеріңізді киіндіріп, ішіндіріп алсаңыздар, бұл жерде аянбаңыздар. Екі дүниенің бақытын бұл жерде табасыз. Ал немерелеріне көмек бермей жатқандар енді қиналады бұл жерде. Сондай кездесулер болады екен.